11 маусым күні қаламыздың орталық кітапханасында Жаңаөзен қаласында 1989 жылдың маусым айында болған оқиғаларының 10 жылдығына орай толғағы жеткен жарылыс атты дөңгелек стол басындағы сұхбат болып өтті. Бұл сұхбатқа қаламыздың абыройлы қоғамдық және өмірлік тәжірибесі мол, жастарға айтары көп өнегелі азаматтары қатысты. Дөңгелек стол басындағы әңгімені жүргізген, осы сұхбатты дайындаған кітапхана қызметкері Жаңыл Кенжеғалиева. Өзінің тарихын сонау 60 жылдардың орта шенінен бастайтын Жаңаөзен қаласының 1989 жылғы келбетін сипаттайтын болса, ол әсем үйлер тұрғызылып, мектеп, балабақша, өндіріс мекемелері, арнайы орта оқу орындары бар көп ұлтты мұнайшылар қаласы еді. Сол кездегі бүткіл кеңес кеңістігін алқымдап келе жатқан әлеуметтік наразылық Жаңаөзен қаласында шарпып өтті. Оның үстіне сол кездегі коммунистік партия саясатына, әлеуметтік теңсіздікке ең алғаш ашық наразылық көрсеткен Алматыдағы қазақ жастарының бой көтеруі біздің қала жастарын жайбарақат қалдыра алмады. Қанымызға сіңген, бабаларымыздан қалған аршылдық, намысшылдық біздің ұлттық сана сезімімізді, ұлтжандылығымызды оятқандай болды. Қазіргі өскелең ұрпақ маусым оқиғалары туралы не біледі? 1989 жылдың маусым айында қала жастары не үшін көтерілді? Бүгінгі жастарымыз сол кезде денелерін оқ қараған, көктеп үлгермей балауса ғұмырлары қыршын кеткен, тарбығауға қамалып кете барған ағалар туралы не біледі? Халықтың толқуы орасан сондай дүрбелең туғызған, жұртшылық қауіптенген бірқатар оқиғалардың енді артынан біз білдік. Мемлекеттік комиссия құрылды. Бұл комиссияны басқарып Қазақстанның министрлер кеңесінің председателінің орынбасары Жолтиков дейтін кісі, Октябрь Иванович дейтін сол бұрын Мынаман Горипский обкомда жұмыс жасап кеткен кісі, біз былай сырттай танымыз. Сол келген екен, сол председатель комиссия болып келген. Ішкі істер министрі Князев дейтін кісі, сол өз мұндағы комендатураның өзі басқарып, осындағы жұмысты ұйымдастырып жатқан. Біздің өзіміз жергілікті күштеріміздің шамасы келмейді деп, басқа жақтан адамдар отырған. Кәдімгі жарақтанған кісілер қалада көп екен сол уақытта. Бірақ енді мен шынымды айтқанда сол жаңағы үлкен толқудың басылған кезіне келдім. 20-сында келдім ау деймін сол жеріне. Енді ары қарай не айтуға болады? Мұнда ана комиссияның қорытындысында мынадай сөздер бар. Оқиға 16-17, 18 июнь күндері болған. Әсіресе 18 июнь ең күшейген кез болған. Қалада 9 кәсіпорын халықты жабдықтайтын, халыққа қызмет көрсететін солар бұзылған. 18 магазин бұзылған деді. 3 кафе, 18 ларек, аптекалерді құлатқан, 6 автомашина өртенген. Милицияның жергілікті қызметкері пострадал дейді. 47 военный служащий внутреннего войска, олар да пострадал. Олардың ішінен 14-і госпитализацияға жатқызылған. Екеуінің жағдайы тіпті ауыр деп жазады. Сол қақтығыста, соқтығыста шамалы азаматтар, қаланың азаматтары зәрлі көрген. 5 адам қаза болған. 3-і қазақ, 2-і езілді. Комиссия сондай қорытынды шығарды. 19-нан бастап, июньнің 19-нан бастап біздің қаламызда коменданттық режим орнаған. Яғни кешкі 9-дан кейін, 8-9-дан кейін ешкім көшеге шығуға болмайды. Бұл қозғалысты қолдаушылар мына төңіректегі елді пункттерден де байқалған. Жетібай, Ералиева, мына құрып қазіргі. Тіпті сол шетпе жақтардан да, Құлсары жақтарында, тағы басқа жерлерден де қозғалыстар осыны қолдаушылық сондай бар болды.
Енді комиссияның қандай қорытындыға келгенін айта кетейін. Комиссия бұл кезде енді жағдайды толық тексеріп, анықтап білгеннен кейін жағдайды білгенде оның өзін әлеуметтік халықтың қал жағдайындағы, сол кездегі ішкі тұрмыстық жағдайдағы әртүрлі әлеуметтік саладағы жұмыстың саласының кемшіліктері, қателіктері, басқару орындарының кемшіліктері, қателіктері деп солай ұйғарған. Халықтың әлеуметтік проблемаларын шешу мәселелері өте әлсіреген деп, әсіресе біздің кенге мына Қызылсай елді пункттерінде осындағы халықтардың кейбір күнделікті тіршілігіне байланысты, тұрмыс-халіне байланысты қойған сұрақтар, мәселелер толық шешілмей кетті. Халықтың жұмыспен қамтамасыз етілуінде де кемшіліктер болды деп тапқан. Сол кезде Өзен қаласында 53.751 халық тұрады екен. Өзеннің мына екі поселкесін қосқанда 53.751 халық тұрады екен. Соның ұлттық составы примерно 70-тен астам ұлттардың өкілі бар. Енді жұмысқа орналасқандарының орналасуға тиісті еңбекке жарамды халық 30.500 деп тапқан. Сол 30.500 адамның 84% жұмысқа орналасқан. Қалған 16% жұмысқа орналаспаған. Сол жылғы мектеп бітірген 260 бала берген, 250 бала оларда жұмысқа орналаспаған. Үшінші жағдай, халықтың азық-түлік тағы басқа тауарлармен қамтамасыз етілуінде көп кемшілік бар деп тапқан. Осы азық-түлік жағдайында да жетіспейтін заттардың бірқатарын көрсетіп тізген комиссия. Осындай кемшіліктер салдарынан халық қозғалған деп есептейді. Сөз кезегін алған Жаңа Өзен газетінің редакторы Асылбек Айдаров ағамыз сол кезде қалалық білім бөлімін басқарған екен. Бөлімнің бастығының орынбасары Ішкілерменен басқа комиссиялармен тығыз жұмыс жасадым. Солардың ұсыныс пікірлерін, тапсырмаларын тыңдап, естіп, араласып жүрдім. Алайда осы оқиға басталғаннан кейін мына қауіпсіздік бөлімі менің 4 директорымды отырған себебім сол кезде мектептің 4 директорымен қалалық білім бөлімінің бастығы Айдаровтың үстінен іс қозғалып, сол кезеңдегі жастарды сол мына тапқырлыққа қарсы ұйымдастыруда осы қалада болып жатқан жаңағыдай бұзықтық істерді басқаруға осылар жетекші болып, соның ішіндегі үлкен главары қалалық білім бөлімінің бастығы Айдаров болды дейтін осындай кінәменен біздер тексеруден өттік. Тиісті орындарға жауабын бердік. Соңымызға қалбыр байланды. Бірақ әділдік өзінің несін жеңіп шықты, әділдігін, олардың барлығының лақап екендігін. Сонда дейін тексеріп отырған кісі, мына қалалық ішкі істер бөліміне келіп тексеріп, жас жігіт екен. Енді өзінің белгісі жоқ, бірақ мен өзім жобаладым, сол подполковниктің айналасында. Сау болсын, азамат өте жақсы түсінетін азамат екен. Мен жаңағы өтеген 2 плакатты көрсетіп, сол кезде 38 плакат шығарды. Солардың барлығын алып барғанмын, өзім сезгенмін осындай оқиға болатынын. Міне 38 плакаттың ішіндегі мына орысшасы, мына қазақшасын барлығын мен аударғандығымды. Жалпы осы оқиғаны шиеленістіру үшін емес, соны бәсеңдету үшін жұмыс жасағанымызды дәлелдеп шықтық. Сау болсын, ол кісі түсініп, біздің бұнда ешқандай басбұзарлық жасамағандығымызды байқадық. Енді бұл жерде мынандай қорытынды шығады. Міне сол жұмыстың бел ортасында жүрген біздер сияқты, мысалы мен өзім сияқты азамат осындай қиянат көргенде, қарапайым халықтың кез келгеннің қандай қиянат көретіндігі өздері түсінді. Міне бір қорытындысы осында үлкен қиянаттан аяқталды. Тіпті қайсы менің жаңа директорым ішінде әйелдерде әдейі Қызылсайға барып, сол жақтан автобустарменен балаларды алып келіп қолдарына қару ұйымдастырып деп кіре таратты қайсы менің директорым. Әйел адамдар. Ал оның тіпті ондай жасауы мүмкін емес еді. Міне бұл айтайын деп отырғаным тиісті өзінің бағасын алды деп есептеймін. Бұл оқиға
Бұл оқиға біздің тарихымызда, өзен тарихында өзіндік үлкен орын алады. Қазір біз 21 ғасырға аяқ басып келе жатырмыз. Егеменді еліміздің болашағы отырған сіздер, бірақ қала өмірі, қала тарихы, қоғамымыздың өмірі, қоғам тарихы ол көміліп қалуы тиіс емес. Одан кейін маусым оқиғалары кезінде шейіт болған, көктеп үлгермеген, балауса ғұмыры қыршыннан қиылған 21 жасар Отаралиев оңдасының әкесі сөйледі. Кішкентайда болса әйтеуір балаға тәрбие болады ғой. Отанын қорғау қалай қорғау керек, қалай ету керек. Оған біреулер бар. Біз айтады, соны әке шешесі болды. Бұдан екеуі бұдан ауысып қалып тұрған кейін. Басқа балдарың бар ма, Есухан? Балдарым бар. Оңдасынан үлкен кіші. Енді қазір екеуі үйлерді. Кіші бар тағы. Маусым оқиғасына деген көзқарас пікірлерін қалалық білім бөлімінің меңгерушісі Құрман Игібай және қалалық қазақ тілі қоғамының төрағасы Байбазар Ербақ ағаларымызда ортаға салды. 1989 жылғы 16-19 маусым аралығында Жаңаөзен қаласында болған жастардың бас көтеруі бұрынғы кеңес үкіметінің әлеуметтік, экономикалық және идеологиялық қырсыз саясатына қарсы бағытталған ашық наразылық еді. Бастауын 1986 жылғы желтоқсаннан алатын бұл оқиға қазақ халқының тәуелсіздік жолындағы күресінің бір көрінісі деп есептейміз. Үкімет тарапынан тарихшы, қоғамтанушы, саясаткер мамандарымыз бұл оқиғаның бағасын объективті түрде береді ғой деп ойлаймыз. Оңайлықпен келмеген азаттық жолында қан төгіп шейіт болған жерлестеріміздің рухын еске алып, Құран бағыштайық. Ендігі жерде қолымызға тиген тәуелсіздік туын мығым ұстап, уысымыздан шығармайық. Ұлан-ғайыр сардаланы ақ білектің күшімен, көк найзаның ұшымен қорғай білген аруақты елміз. Тарыдай бытыраған қазақ қайта қауымдасып жатырмыз. Қазіргі таңда бізге бірлік ауадай қажет. Соңғы кездері дендеген трайбализм дертінен айығайық, бір тұтастыққа бет бұрайық. Өзіміз ішінара бөлінсек, бөрі жейтіні белгілі. Тәуелсіздік жолында төгілген қазақтың қаны азаттық әперген таң емес пе?